Сәлем қыздар жігіттер, бүгін біз тригонометрия бойынша есептер шығаратын боламыз. Олай болса кеттік. Біз бірінші есепті қалай шығарамыз? Бізде синус квадрат альфа бар, мұнда. Мұнда да бар. Бірақ бізде 270 градус пен 360 градус екеуінің айырмашылығын келтіріп тұр. Яғни бізде 270 градуста біз синустың мәнін өзгертетін едік, косинусқа. Сонда біз косинус квадрат альфаға өзгертеміз. Қосу бізде синус 360 градуста мәні өзгермейді. Сонда біз синус квадраттың өзін жазып қоямыз. Сонда мұнда біз формулаға келеді. Жауабы сонда 1 болады. Яғни бізде мынандай формула бар емес пе? Яғни осы бізге 1 береді. Сол арқылы біз мәнін тауып алдық. Олай болса кеттік. Мұнда мынандай формуланы қолданамыз. Косинус 2 альфа тең косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфаға. Ашатын болсақ тең косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа. Қосу дейміз да, пи бөлінген 2 деген 90 градус, косинус 90 градусты өзгереді, синус альфа болып өзгереді. Енді көбейтілген синус альфаны жазып қоя саламыз. Енді астындағы синус 2 бөлінген пи бөлінген 2 дегеніміз ол 90 градус, синус 90 градусты өзгереді, оны косинус альфа деп жазып қоямыз. Енді бізде қысқаратын нәрселерді қысқартып жіберейік. Бізде мұнда мынау қысқарады, мынаның квадратымен қысқарады. Бізде мынау береді бізге синус 2 квадрат, то есть альфаны береді. Ол мына минуспен қысқарып кетеді. Сонда бізде қалады косинус альфа. Олай болса, есеп түсінікті болса, біз келесіне кеттік. Біз төртінші есептен естеміз. Мына белгіні синус 2 альфа болу керек. Енді синус 2 альфаны түрлендіруіміз керек. Ол қалай түрленетін еді? 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа болады екен. Ал астында бірді түрлендіреміз. Бізде бір түрленеді. Косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфаға. Енді біз мұнда бірді түрлендірдік. Енді бізге синус пи бөлінген 2 альфаны түрлендіруіміз керек. Ол бізде косинус 2 альфа болып өзгереді. Сонда біз мұнда есептейтін болсақ, қысқаратын нәрселер бар. Төбесін жазып қойсам, 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа бөлінген косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфаға. Енді косинус 2 альфаны түрлендірсек, ол болады минус косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфаға. Енді біз не істейміз? Осында тұрған заттарды қысқартамыз. Яғни мұндағы минус косинус квадрат альфаны косинус квадрат альфаға қысқартамыз. Яғни бізде синус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа алады астында. Ол дегеніміз бізге береді 2 синус квадрат альфаны береді. Енді үстінде 2 синус альфа мен 2 қысқарады. Мынау квадрат пен синус альфа қысқарады. Сонда бізде қалады косинус альфа және синус альфа. Сонда бізде жауабы котангенс альфа болады екен. Келесі есепке кеттік. Біз 5-ші есептен естеміз. Косинус квадрат альфаны 180 градустағы мән жазамыз. Ол дегеніміз косинус квадрат альфа. Енді астында бірді жазып қоям. 1 минус косинус 270-дегі мәні ол 1 минус синус альфа болады екен. Енді біз не істейміз? Косинус 270-дегі мәні минус болғандықтан мында плюс жаздық. Енді біз
Kosinus 2 alfani biz turlantiramiz ya. Ол 1 minus sinus kvadrat alfa. Endi aslini жазып qo'ya salam. Endi men kvadratda ikki жақшаға жіктей аламын ғой ya. Сонда 1 minus sinus alfa 1 plus sinus alfaға тең болады. Бұл дегеніміз мен 1 minus sinus alfаны екі жақшаға жіктедім деген сөз. Енді астын жазып қоятын болсам 1 plus sinus alfa. Енді бұнда қысқаратын заттар бар. Қысқартып жауабы 1 minus sinus alfa болады екен. Біз 6-шы есепті қалай шығарамыз? Біз 6-шы есепте sinus 2 alfaның пи-дегі мәнін жазамыз. Сонда бізде пи-де ауыспайды, сонда sinus 2 alfa болады. Мен 2 alfаны қайдан алдым десеңіздер, ол жақшаның ішіндегі 2 alfa. Енді біз астында ол формулаға келіп тұр, иә? Сонда sinus 2 плюс косинус 2 квадрат alfa болады. Бұл дегеніміз бірді ашқанымыз, иә? Енді біз екіні ашуымыз керек. Яғни косинус 2 альфаны. Ол былай ашылады. Косинус 2 альфаны ашқан кезде біз косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа деп ашамыз, я. Енді мен синус 2 альфаны былай ашсам болады. 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа, я. Енді мұнда қысқартатын заттар бар. Ол мұндағы минус синус 2 альфа, ол синус 2 альфамен қысқарады, я. Енді бізде косинус 2 альфа және косинус 2 альфа, ол 2 косинус квадрат альфаға келеді. Біз енді қалған нәрселерді жазып қояйық. Астында бізде 2 косинус квадрат альфа, үстінде 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа болады екен. Енді бізде квадрат пен косинус альфаны қысқартамыз, 2 мен 2 қысқартамыз. Сонда синус бөлінген косинус альфа қалады. Бұл дегеніміз тангенс альфа. Енді бұл есептің жауабы тангенс альфа болады екен.